Мен ойымша, көрерменнің мұндай ықыласы Толқын ханымның тобында сағын әдемі нүктесін қойды деген ойдамыз осы бестікте. Ал енді келесі бестік әлемнің махаббаттары. Әлем, көңіл-күй қалай? Көңіл-күй ештеңеге дайын емес. Тұла бойым қалтырап жатыр. Арқам терлеп жатыр, мына жерім қысып жатыр. Физикалық күйім сондай болып отыр қазір. Тамаша. Енді қазір жібереді деген ойдамыз, балалар шыққан кезде. Жіберсінші. Сонымен әлемнің тобынан алғашқы болып шығатын біздің қонағымыз. Бұған дейін тек өз тілінде ғана емес, қазақша әндерді нақышына келтіріп орындап келген Ралина Ибраева. Ралина. Тамаша, Ралина расымен де осы уақытқа дейін жан жақтылығымен біздің көрермендердің көңілін аулауда, баурауда, сахналық образдарды мүлдем ерекше. Енді сахна сыртында достарыңмен бірге біз осылай қолдау білдіреміз. Ал Ралина, біздің қазақ көрерменіне қандай бір айтарың бар? Маған дауыс беріңіздер! Ендеше барлық қазақ елі Ралинаға дауыс берсін. Сәттілік тілейміз. Я об этом мечтала. Я мечтала побывать именно на «Голосе» за границей. И вот я выступаю на прямых эфирах. Казахстан Дауысы Балар осуществили мою мечту. Мне очень нравится Казахстан. Когда я приезжаю в Казань, я очень хочу еще раз Астану. Астана особой атмосферы веет. Здесь очень красиво. Мне очень понравилось Экспо. Там 8 этажей. И мне очень понравился стеклянный мост. Много эмоций оттуда. Жек-пежек прошли очень для меня волшебно, феерично. Когда Алим выбирал, мне было страшно ничего не сказать. Ралина! Ралина Ибраева! Но в глубине души я была уверена, что я пройду. Азлаем и Мухаммедияр, они, возможно, очень переволновались. А я выступала очень уверенно. После 2 этапов мой вокал изменился почти на 2 ступени, потому что я уже больше не волнуюсь выступать на данной сцене. Голос немного не трясется. У меня появилось очень много фишек в вокале. Мелизмы разные. Команда Алема очень яркая, дружелюбная. Ралина дауысы табиғи. Ее голос такой уникален, что даже я восхищаюсь ей. Фальцетті әдемі балачы. Ралина өзінің бақытын әлі таппаған сияқты. Готовка к эфирам достаточно тяжелая, но я готова всех удивлять. Изначально цель – это получить опыт. Но сейчас моя цель изменилась, потому что я хочу уже победить. На данный момент я выступаю впервые на прямых эфирах. Прохождение в полуфинал для меня очень важно. Ралина, я в тебя верю, ты все сможешь. На самом деле я очень хочу пройти дальше, в финал. Казахстанцы, вы должны проголосовать за меня.
Ралина Ибраева! Вау! Тамаша, көрмек ерекше ұнағансың, Ралина? Жарайсың. Әсіресе Жұбаныш мырза бір ерекше былай ләззат вау деп былай тыңдап. Солай емес пе? Ұнады ма? Иә, сөзін түсініп отырдым өйткені. Өте стильді, өте жарасымды орындау, сүйемелдеу. Біздің музыканттарға, қыздар жігіттерге көп рахмет. Шын мәнінде де солай адамды еліктіріп әкететіндей номер болды. Раминаға көп рахмет ол үшін. Және біздің жаңа өзі айтқандай, біздің қазақстандықтар дауыс береді деген ойдамын. Рахмет, көп-көп пікіріңізге. Әлем, Ау, тапсырма орындалды ма? Барлығы жақсы ма? иә, отыр 5. Ралина сондай керемет жан негізі. Сондай ашық, сондай тамаша қыз, көңіл күйі, сөйлескен кездер сөйлесе берген келеді. Иә, не болды сосын деп. Сен не дедің деп. Солай көп бүйтіп әңгелесе берген келеді да, сондай өте сондай ашық қыз. Өзін өте тамаша бүйтіп жарық жақтан баурап алады сені. Және негізі бұлай өзінің профессионал жағынан негізі өте жоғарғы деңгейдегі қыз. Бірінші көрме таңдауда келгеннен бастап біз оны байқадық. Және де негізі бұл Summertime, жаңа Элла Фиджеральдтың негізі жаздағы стандарттың ең бірінші анда бастауыш сыныпта кіретін не ғой, әндердің бірі ғой. Сондықтан бұны орындау ондай жеңіл емес. Ал Ралина сондай жоғарғы деңгейде бұны орындап шықты. Мен өте қатты қуаныштымын. Рахмет көп-көп. Ал қымбатты көрермен, біздің студияда отырған көрерменге ерекше ұнады. Сіздердің көңілдеріңізден шықса, Ралинаға дауыс берсеңіздер болады. Барлық қатысушылар өнер көрсетіп болған соң ресми түрде дауыс беру ашылады. Сол кезде дауыс бере қойыңыздар Ралинаға. Ал Ралина, сәттілік тілейміз саған. Жарайсың. Рахмет.